Қаламыздағы Сарыарқа көшесінен бастау алып, Целиноград көшесіне шығатын жаңа жолдың құрылысы жалғасын тауып отыр. Бүгінде мұнда асфальт төсеу жұмыстары қолға алынған. Оның барысын бақылау үшін қала әкімі Еркебұлан Баяхметов атаулы жұмыстарды атқарып отырған Partners Reality мердігерлік ұйымының өкілдерімен кездесті. Мердігер компаниялар мен техникалық қадағалаушы ұйымдардың өкілдерімен жүздескен қала басшысы жолдың сапасын құрылыс біткен соң емес, кемшіліктерді алдын ала анықтап жою керектігін ескертті. Смотрите, еще раз говорю, качество работы смотрите внимательно, да, необходимые материалы, все, чтобы... Сарыарқа көшесі бойына қарай жолдың ұзындығы 880 метрді, ал Целиноград көшесінің бойындағы жол ұзындығы 520 метрді құрап отырса керек. Сондай-ақ мұнда белгілі болғандай, бүгінде мердігер ұйым сапа орталығымен келісім шарт жасасқан. Яғни жол салу барысында пайдаланылған құрылыс материалдары толығымен осы орталықтан өтеді. 2020 жылдың қыркүйек айында басталған жолдың жөндеу жұмыстарының аяқталуын мердігер компания ағымдағы жылдың тамыз айына жоспарлауда. Қазіргі таңда бұл жұмыстарға 15 бірлік техника мен 40-тан астам адам жұмылдырылған.